Ассалаумағалейкум бейбіт. Уағалейкум ассалам ағалайсыз. Ай, сен мұнда не жүрсің? Ана көкеміз келін түсіріп жатыр екен. Жүр, беташар тойға барып қайтайық. Жоқ, бармайым. А неге? Өзіңіз білесіз ғой аға. Беташар ислам дінінде жоқ. Ал ислам дінінде жоқ нәрселер бәрі бидғат. Ай, олай деме. Ау, дәстүрімізде бар нәрсе ғой. Аға, мен шаруаларым бар. Өзіңіз бара беріңізші. Жарайды. Ендеше шаруаңды бітірді, тезірек келесің. Ассалаумағалейкум бейбіт. Уағалейкум ассалам аға. Төкен атаның қонағасы болып жатыр. Сен мұнда не жүрсің? Жүр, барып қайтайық. Құран бағыштап, дұға етейік. Аға, Құран тірілерге түскен, өлілерге емес. Қонағасы, жетісі, қырқысы деген дінімізде жоқ. Бидғат бар жерге бармайым. Ей, бауырым, сен осының бәрін қайдан оқып алғансың? Бәрімізді тозаққа тығып бара жатсың, олай болмайды. Аға, мен шаруаларым бар. Көріп тұрсыз ғой? Бара беріңізші өзіңіз. Жарайды. Ендеше менің де сенімен шаруам бар. Иә, ақыры оқығаның бар екен. Менің сұрақтарыма жауап бер. Осы қазақ ең көп қай жерде бас қосады? Той томалақ, өлім жітімде бас қосады. Неге? Білмеймін уже. Себебі қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы осындай шараларда көрініс табады. Тіл ашар, тұсаукесер, сүндет той, бет ашар, үйлену тойы, қонағасы, жылдығасы, жетісі, қырқы. Егер осындай салт дәстүрлер болмаса, ағайынның басы қосыла ма? Қосылмайды. Демек, қазақтың ауызбіршілігін бұзу үшін дұшпандарымыз бізді салт дәстүрімізден айырады. Ал пайғамбарымыз не деді? Бөлінгенді бөрі жейді. Дұрыс айтасың. Бөлінгенді бөрі жейді дейді. Ал біздің асыл дініміз бірлікке шақырады. Аллах тағала Құранда туыстық қарым-қатынасты үзуден сақтаныңдар дей ме? Иә. Дұрыс айтасың. Демек, үзіп алмаңдар абайдан. Пайғамбарымыз хадисінде Раббымыз туыстық қарым-қатынасты жалғастырғанмен мен де байланысымды жалғастырам, ал үзгенмен мен де байланысымды үземін дей ме? Сосын тағы бір сұрақ. Аллах тағала Құранда сендер бір-бірлеріңді тану үшін ұлыстар мен ұлттарға бөлдік деді ме? Иә. Жер бетінде қаншама мұсылман мемлекеттер бар, бірақ әртүрлі. Неге? Бәрі де мұсылман ғой, бірақ неге әртүрлі? Себебі салт дәстүр, әдет ғұрыптары әртүрлі. Бұл елдер бір-бірін салт дәстүрлері арқылы танитын болады. Ендеше салт дәстүрді жоққа шығару, ұлтты жоққа шығару. Ұлтты жоққа шығару, Құранды жоққа шығару. Иә, сондықтан барда киініп кел, барып дұға жасайық. Аға, бұның бәрін қайдан білесіз? Ауыл ақсақалдарынан ас пен беташарға барсаң, сенде осылардың бәрін білер едің. Қане, тездетіп барып киініп кел. Кешігіп жатырмыз. Барып Құран бағыштап қайтайық. Қарынды ашып кет. Қазақ қарның ашса қаралы үйге шап деген. Қаралы жерден қарын тойдыру үлкен сауап. Пайғамбарымыз айтпай ма? Жарты құрмамен болсын, аш адамның жүрегін жалғап, өздеріңді тозақ отынан сақтаңдар демей ме? Болды аға. Енді шамал отырсақ, Бұхаридың бәрін түгендеп шығатын секілдіміз ғой. Қазір мен киініп келе қойайын. Күте тұрыңыз, ә? Сәл. Ай, баламыз.